Балам. Ассаламағалейкум ата. Алейкум салам. Мына телефонды қарап бересің бе? Әкеліңіз көрейін. Қалдау деймін. Шіркін, мынау бір музейге қоятын телефон екен. Баяғыда хит болған еді осылар. Бұндай кәрі кісілер техниканы аялап ұстайды ғой. Әйтпесе, мына телефонды қазір емге таппайсың. Так. Жоқ, бұзылған ештеңе жоқ секілді. Бәрі дұрыс. Істеп тұр екен. Телефоныңыз бұзылмаған. Қоңырау шығып тұр. Қазір көрейік. Бәлкім, қоңырау келмей тұрған болар. Әйтеуір бұзық. Қазір телефоныңызға өзім қоңырау шалып көрейін. Жоқ ата, телефоныңыз бұзылмаған. Мінекей қоңырау шығып тұр ғой. Не болды ата, қайта қуанбайсыз ба? Телефоныңыз бұзылмаған, жөндетудің қажеті жоқ. Олай болса, балаларым неге хабарласпайды маған? Телефонға телміріп, күтіп жүрмін ғой. Мен бұны бұзылып қалды екен десем. Рахмет. Сау болыңыз. Опасыз қарттық деген осы. Балалар неге хабарласпай қалды екен? Әке шешені ұмытып кеткен бала ма?